Бұлбұл мен тоқылдақ ертегісі. Баяғыда құс атаулы сайрай білмейді екен. Бірде олар алыс шаһарда құстарға ән салуға үйрететін қария бар екенін естиді. Құс патшасы мәртебелі қыран тоқылдақ пен бұлбұлды ән үйреніп келіңдер деп сол қарияға аттандырады. Ең атаулы әнші болуға асыққан тоқылдақ қарияға бірінші болып жетеді. Сол бойы есікті қақпастан кіріп келеді. Амандасу да жайына қалып, өктем үнімен бұйыра сөйлейді. «Әй шал, маған ән салуды үйрет. Тез тосып тұруға уақытым жоқ. Нағыз әнші әдепті болу керек емес пе?» Қария сондықтан оны әдептілікке бауруды жөн көреді. Сөйтіп, тоқылдақты сыртқа шығарып, есік қағуды үйретеді. «Түсінікті, ән салу қиын емес екен ғой, үйреніп алдым» деп тоқылдақ кері қарай ұша жөнеледі. Тезірек барып, мынандай өнермен ормандағы құстарға таң қалдырмақ болады. Бұлбұл титімдей қанаттарын баяу қағып, қарияға кешірек жетеді. Есікті жайлап қағып, сәлемдесіп, ән салуды үйренгісі келетінін айтады. Қарияға кішкентай құс қатты ұнайды. Оған бар ықыласын салып, тамылжытып ән салуды үйретеді. Содан бастап бұлбұл ең керемет әнші құс аталады. Ал тоқылдақ өзінше менен асқан әнші жоқ деп ойлайды. Сонымен қоймай, басқа құстарға: «Әй, тыңдаңдар, міне былай ән салу керек. Түк қиындығы жоқ. Нағыз ән осы, сенбесеңдер қарт ұстадан сұраңдар» деп мақтанатын көрінеді. Содан бері тоқылдақ тоқылдаумен бұлбұл ән салумен келе жатыр екен.